Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен Аллах тағаланың қалауымен тағы да қауышып отырмыз. Бұл жалғанда Алланы және қасиетті Құран мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннеттерінде келген Аллах тағаланың есімдері мен сипаттарын зерттеуден абзал ілім жоқ екен. Яғни бүгінгі біздің видеомызда әлемдердің жаратушысы, яғни Аллах тағаланың көркем есімдерінің сырлары мен қасиеттерін одан әрі кеңірек ұғынуға, сонымен қатар Аллах тағаланы одан әрі жақын тани түсуге тырысатын боламыз. Кім ілім жолына түсетін болса, Алла тағала оның жәннатқа баратын жолын жеңіл етіп қояды екен. Сондықтан көркем есімдер мен кемшіліксіз пәк сипаттарды білу исламдағы ең ұлы амалдардың бір тірегі болып саналады. Сол себепті көркем есімдер мен кемел сипаттарды білу ұлы мәртебелі ілім болып саналады екен. Өйткені бұл ілім Алланың разылығына, рахымына, жәннатына жетудің жолын жеңілдетіп қоятын киелі білім болып саналады. Алла тағала кімге жақсылық қаласа, дінді терең білуді нәсіп етіп қояды екен. Ендеше баршамызға Аллах тағаланың ілім жолына түскен, дінді терең білген, осы арқылы жәннатқа баратын жолын жеңілдетіп қойған сүйікті құлдарының қатарында болуымызды нәсіп етсін. Ілім алудың маңыздылығы жайында ислам әлемінде 4-ші халиф болған Әли ибн Абу Талиб радиаллаху анху ілімсіз ғибадатта түсінбей оқыған ілім және ойланып мән бермей оқуда еш жақсылық пен берекет жоқ деген екен. Ендеше Аллах тағаланың көркем есімдерінің мән мағынасын түсініп, кемшіліксіз пәк сипаттарын танып, бұйырса Алланың разылығына бөленейік. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, Алла разылығын тілейтін достарыңызға видеоны жіберіңіздер. Алланы тануға, сонымен қатар Аллаға құлшылық жасауға кеткен уақытымыз бен күш-жігеріміз еш уақытта босқа кеткен, ысырап болған уақыт болып саналмайды. Керісінше Алланы танып білуге, Аллаға құлшылық жасауға кеткен уақытымыз ең бір берекелі, мол сауаптарға толы, Алланың рахымына толы хайырлы уақыт болып есептеледі. Олай болса, бисмиллахир-рахманир-рахим деп бастаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген екен: Алланың 99 есімі бар. Кім оларды жаттап алса, жәннатқа кіреді деп, осы есімдерді жаттаған адамның жәннатқа баратынын айтып сүйіншілеген екен. Алла тағаланың есім сипаттарын білудің пайдасы бұл біздің басымыздағы түрлі қайғы қасиеттеріміз бен уайымдарымызды кетіріп, оны қуанышқа айналдырып, жүрегімізге тыныштық нәсіп етеді екен. Қасиетті Құранда былай айтылған: ең жақсы атаулар Аллаға тән, оған сол аттармен жалбарыныңдар. Яғни сол көркем есімдермен үн қатып дұға жасаңдар деген екен. Тілекті Алла тағаланың көркем есімдеріне жүгіне отырып сұрау дұғаның қабыл болуы шарттарының бірі екен. Яғни жалпы көркем есімдерінің мағынасына сай Алладан сол есімдерді атап тілек тілеу. Мысалы, я аса кешірімді әл-ғафур, менің күнәларымды кешіре көр деп дұға тілеуімізге болады екен. Сонымен қатар ерекше мейірімді деген мағынаны білдіретін Аллах тағаланың 3-ші көркем есімі ар-рахим. Яғни біз я ар-рахим, ерекше мейірімді, ар-рахим, маған мейіріміңді төге көр деп осылай дұға жасауымызға болады екен. Сонымен қатар Аллах тағаланың 6-шы көркем есімі әс-сәлам. Яғни бейбітшіл, есендік беруші, өзінің жаратқан мақлұқтарына амандық береді. Яғни осындай мағынаны білдіреді. Яғни я әс-сәлам, маған және менің отбасы мүшелеріме амандық бере көр деп тілеуімізге болады екен. Сонымен қатар 18-ші есімі ар-разақ, яғни ризықтандырушы. Осындай мағынаны білдіреді екен. Я ар-разақ, маған мол ризығыңды нәсіп ет, мол дәулет нәсіп ет деген сияқты өзіміздің материалдық жаңағыдай мұқтаждықтарымызды Аллах тағаладан осы ар-разақ есімін айтып отырып тілеуімізге болады екен. Және де Аллах тағаланың 36-шы көркем есімі, яғни әш-шакур,
Бұл есімнің мағынасы алғыс иесі, жақсылыққа қарымта қайтарушы. Біз осы есімді атай отырып, я аш-шакур, мен сенің барлық осы уақытқа дейін берген нығметтеріңе, барлық осы тағдырыма мен разымын. Саған шүкіршілік айтам, саған алғыс айтам деп, осылай біз Аллах тағалаға шүкір етуімізге болады екен. Сонымен қатар Аллах тағаланың 94-ші көркем есімі әл-хади, яғни бұл есімнің мағынасы туралыққа бастаушы деген мағынаны білдіреді екен. Және де бұл есімді біз зікір етсек, бізді тура жолға бастап, сонымен қатар біздің балаларымыздың сотқар мінезді болмауын тілей алады екенбіз. Осы әл-хади есімін зікір ету арқылы біз осындай жақсылықтарға қол жеткізе алады екенбіз. Яғни, я әл-хади, я тура жолға бастаушы, я туралыққа бастаушы, мені тура жолыңа сала көр, мені өзіңнің хақ жолыңнан адастыра көрме деп, осылай тілегімізді айтуымызға болады екен. Олай болса, біз Аллах тағаланың 3 көркем есімі, яғни Аллах, Ар-Рахман және Ар-Рахим есімдерінің сипаттарын, сонымен қатар бұл есімдердің қасиеттерін, және де біз бұл есімдерді зікір етіп қандай пайда аламыз, сол туралы айтатын боламыз. Аллах тағаланың ең бірінші есімі Аллах, яғни әлемдердің жаратушысы. Бұл есімнің толық мағынасы әлемдердің жаратушысы. Бұл хақ тағаланың ең маңызды, ең басты есімі. Бұл есім басқа ешкімге айтылмайды. Бұл сөз араб тіліндегі әл-иләх, нағыз Құдай деген сөзден өрбейді екен. Және де бұл есімнің, яғни Аллах есімінің қасиетіне келетін болсақ, кім осы есімді күніне 1000 рет қайталайтын болса, оның жүрегінде Аллаға деген бүкіл күдік пен шәк атаулы жойылады екен. Оның орнына Аллаға деген, Құдайға деген иманы кәміл, сенімі берік бола түседі екен. Сонымен қатар, жұма күні жұма намазынан бұрын 100 рет я Алла деген адамның қалағаны орындалады екен. Алла тағаланың осы басты есімін көп қайталап дұға етудің түрлі дертке дауасы бар екен. Және де күніне я Аллах деп 66 мәрте қайталаған адамның түрлі дұға тілектері қабыл болады екен. Келесі Аллах тағаланың екінші көркем есімі Ар-Рахман, яғни толық мағынасы аса рахымды, аса қамқор. Оның рахымы дүниеде өзі жаратқан бүкіл әлемдерді, күллі жаратылысты, мұсылмандарды да, кәпірлерді де қамтиды. Яғни бұл есімнің толық мағынасы осы екен. Және де біз бұл есімдерді зікір ете отырып қандай пайдаламыз? Яғни Ар-Рахман есімінің қасиетіне келер болсақ, кім осы есімді, яғни Ар-Рахман есімін 298 рет қайталаса, дүниеде де және ақыретте де Алланың сүйікті құлы болады екен. Сонымен қатар, парыз намаздарынан кейін 100 рет оқса, Алланың разылығына ие болуы мүмкін. Және Алла тағала мол ризық несібе береді екен. Яғни біз парыз намаздарымыздан кейін 100 рет осы Ар-Рахман есімін қайталасақ, Алланың разылығына бөленеді екенбіз. Сонымен қатар Алла тағала бізге мол ризық несібе береді екен. Және де күнде я Рахман деп 290 рет қайталаса, Алланың көмегімен қалаған нәрселеріне қол жеткізеді екен. Сонымен қатар Аллах тағаланың үшінші көркем есімі Ар-Рахим. Яғни Ар-Рахим есімінің толық мағынасы ерекше мейірімді, қайырымды. Ақыретте Аллаға шын берілген тақуа мұсылмандарға қайырымдылық көрсетеді. Яғни осындай мағынаны білдіреді екен. Ар-Рахим есімінің қасиеттеріне келетін болсақ, бұл есімді рухани және материалдық ризық үшін күнде 258 рет оқуға кеңес етіледі екен. Яғни біз рухани және материалдық ризықтарымызды Аллах тағаланың осы Ар-Рахим деген көркем есімін 258 рет зікір ете отырып сұрауымызға болады екен. Сонымен қатар, я Рахим деп айтып жүруді әдетке айналдырғандар түрлі бәле жалалар мен апаттардан қорғалады екен. Кім парыз намаздардан кейін осы есімді 269 рет қайталаса, Алланың жәрдемімен мінез құлқы жақсарады екен. Сонымен қатар ризық несібесі артады екен.
және де бұл есімді ауру адам оқитын болса, Аллахтың қалауымен ауруларына шипа табады екен. Осы орайда сіздерге мына бір әңгімені баяндап бергім келіп отыр. Мұса пайғамбардың заманында көп жылдар бойы бала көтермеген бедеу әйел өмір сүріпті. Бір күні ол Мұса пайғамбарға келіп, Аллах тағаладан маған перзент нәсіп етуін сұрап беріңізші деп өтініш айтады. Мұса пайғамбар Аллах тағалаға ол әйелдің өтінішін жеткізгенде, Аллах тағала: «Ей Мұса, ол әйелге о бастан бедеу болу жазылған, оған бала берілмейді» деп жауап береді. Әлгі әйел Мұса пайғамбардың жауабын естуге келгенде: «Саған о бастан бедеу болу жазылған екен, балалы бола алмайды екенсің» деп жауап береді. Әлгі әйел бұл жауапты естіп, көзіне жас алып жөніне кетеді. Ол әйел Мұса пайғамбарды көрген сайын Аллах тағаладан бала сұрауын өтінеді. Мұса пайғамбар Алладан әйелдің өтінішімен бірнеше рет дұға етсе де, дұғасы кері қайтарылғандықтан, әйелдің үйінің жанынан өтпей басқа жолмен жүреді. Бір жылдан кейін Мұса пайғамбар есінен шығып, сол баяғы жолмен жүріп келе жатса, сол бедеу әйелді көреді. Ол әйелдің қолында әлдилеген баласы болған екен. Оны көрген Мұса пайғамбар таңданып, бұл кімнің баласы деп сұрайды. Әйел өзімнің балам деп жауап береді. Бұл жауапқа таң қалған Мұса пайғамбар: «Уа Раббым, сен ол әйелге о баста бедеулікті жазып қойғанмын деп едің ғой, неге бала сыйладың?» деп сұрайды. Сол кезде Алла тағала: «Мен оның тағдырына бедеулікті жазған едім, алайда ол күндіз түні я ар-рахман, я ар-рахим деп қайталап перзент сұрай берді. Осылайша мен оның тағдырын өзгертіп, перзент бердім» деген екен. Яғни біз бұл әңгімеден Аллах тағаланың я рахман, яғни ар-рахман, сонымен қатар ар-рахим есімдерінің керемет қасиеттерін біле алады екенбіз. Расында Алла мейірімді, бәрін естуші, бәрін көруші, дұғаларды қабыл етуші және аса құдіретті. Алланың рахымынан ешқашан үміт үзбеңіздер. Шын ниетпен сұраған дұғаны Алла тағала қайтаруға ұялады дейді. Сондықтан Алладан басқа ешкімде мұқтаждығымызды өтей алмайды. Тек бір Алладан ғана қол жайып көмек сұрайық. Тек бір Аллаға ғана мұқтаж болайық. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Алла тағаланы танып білуге кеткен уақыттарыңызды Алла тағала береке мен жақсылыққа толтырсын. Келесі видеода Аллах тағаланың әл-Мәлик, әл-Құддус және әс-Сәлам деген көркем есімдері туралы кеңірек білетін боламыз. Жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, Алла разылығын тілейтін достарыңызға видеоны жіберіңіздер.